Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, санды теңсіздіктер тақырыбын бірге қарастырайық. Санды теңсіздіктер дегеніміз екі өрнектің теңсіздік белгісімен жазылуын айтамыз. Теңсіздік белгісі біз білеміз осылай жазылады, үлкен немесе кіші деген сияқты. Санды теңсіздіктің екі түрі бар. Біріншісі қатаң теңсіздіктер. Мысалы 7 үлкен 4-тен. Тағы да бір мысал, 6 қосылған 5 кіші 20-дан. Біз 11 кіші 20-дан екен білеміз, Егер қос теңсіздік ретінде жазатын болсақ, мысалы x үлкен 3-тен, бірақ кіші 7-ден. Бұл не деген сөз? X-тің мәндері қандай болуы мүмкін? 3-тен үлкен болу керек, 3-тен үлкен 4 болуы мүмкін, x-тің мәні, 3-тен үлкен 5 болуы мүмкін, 3-тен үлкен 6 болуы мүмкін, бірақ 7-ден кіші, үшеусі де 7-ден кіші болу керек. 7 бола алмайды, 7-ден үлкен сан бола алмайды, яғни осы үшеусінің біреусі екен, x-тің мәні. Теңсіздіктің екінші түрі қатаң емес теңсіздіктер. Ол қалай жазылады? Бірінші мысал, 9 үлкен немесе тең 5-ке дейді. Яғни ол 5-ке тең болуы мүмкін, және одан үлкен сандар болуы мүмкін дейді. Тағы да бір мысал, x үлкен немесе тең 4-тен, кіші немесе тең 10-нан болсын. Енді оны қалай түсінеміз? X-тің мәндері қандай болуы мүмкін? X-тің мәні 4 болуы мүмкін. Неге? Себебі ол тең деп тұр. Мына жерде тең белгісі бар. Сол себептен ол қатаң емес. 4 болуы мүмкін, одан үлкен 5 болуы мүмкін, 6 болуы мүмкін, 7 болуы мүмкін, 8 болуы мүмкін, 9 болуы мүмкін, және 10 болуы мүмкін. 10 болады, ол максимально үлкен саны, Себебі 10-ға да тең болуы мүмкін. Ал ең максимально кішісі ол 4 болады.